Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Аты жөндеріңді айтыңдар. Менің атым Зүйен. Мен 5 жастамын. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Асылым. Мен 5 жастамын. Жақсы. Арқайыр, Арнұр, айта ғой. Менің атым Арнұр, мен 5 жастамын. Жақсы. Бізде одан кейін екі баламыз Қайсар мен Кәусар қатысып отыр бүгінгі зерттеу жобасына. Жақсы. Бүгінгі біздің балалар мен зерттеушімін деген жобамыздың тақырыбы құм мен тастың сыры деп аталады. Осы құм мен тасты біз қазір зерттейміз балалар, жүре ме? Ал қарап отырайық. Қолымызда алдымызда тұрған заттарға қарайықшы. Не көріп тұрсыңдар? Тас, құм, су көріп тұрмыз, иә? Осы үш затты біз пайдаланып қазір зерттеу жұмыстарын жүргіземіз сендерге. Енді алдымыздағы тастарды алайықшы, қолдарымызға ұстайық кән. Екі тасты алайық қолымызға. Арнұр ала ғой. Кәусар, Қайсар, тастарыңды ұстаңдар қолдарыңа. Тастарыңды аламыз. Тастарымызды ұстаймыз. Екі қолымызға, екі жағымызға ұстаймыз. Екеуіне де ұста. Тағы да ұста, екі жақ қолын. Анамды ұста. Екіншісін ала ғой, Қайсар. Кәусар, сен де ала ғой екіншісін. Енді ұстап көргенде тасымыз қандай балалар? Ауыр, иә? Ауыр екен сезіп тұрсыңдар ма? Ауыр екен, иә, тасымыз. Тастың түстері қандай қолымыздағы? Қара, сары. Ақ тұстар, иә? Сол тұстар тастың түстері бізде. Әртүрлі болады, иә, балалар, тасымыз. Енді тасты бір-біріне соғып көріңдерші. Қандай? Не естіп тұрмыз? Не естіп тұрмыз? Дыбыс, иә? Тастан дыбыс шығады, иә, балалар? Тасымыздан дыбыс шығады екен. Енді осы тасымызды қоямыз орнымызға. Орындарына салыңдар. Орнымызға салайық. Арнұр, орнымызға саламыз. Орнына сала ғой. Кәусар, Қайсар. Енді тасымызды, мынау алдымызда тұрған суларымызға салып көрейік, иә? Бір тасты аламыз да, ішіне салып көрейікші кән. Суды ішіне. Тас не істейді екен? Көрейікші кән судың ішіне салып. Судың ішіне саламыз тасымызды. Арнұр, сала ғой судың ішіне. Тасымызды судың ішіне саламыз. Суға саламыз. Сала ғой судың ішіне. Судың ішіне саламыз, Арнұр. Судың ішіне қарай саламыз. Қайсар, сала ғой. Судың ішіне бір тасты саламыз. Сал, Қайсар. Сала ғой. Не болды суымыздың ішіне тасымыз? Не істеді? Судың ішіне тас батып кетті ғой балалар, иә? Су батып кетті. Неге батып кетті ол? Енді су неге батты деп ойлайсыңдар? Тас өйткені ауыр ғой, иә? Сосын судың ішіне тасымыз батып кеткен екен. Жақсы. Сонымен тастың біз сырын анықтадық, иә? Тасымыз ауыр болады екен. Тасымыз суға батады екен, иә? Тастымыз түстері әр түрлі болады екен. Тастан сосын не шығарамыз? Дыбыс шығады екен. Жақсы. Енді алдымыздағы келесі тәжірибе құмымызды мен жұмыс жасайық. Құмды алайық. Құмды алдымызға тартып алайық. Ыдыстағы құмдарды алдымызға тартайық. Алдымызға қарай қоямыз балалар құмымызды. Енді қарайықшы, құмымызды ұстап көріңдерші балалар қолдарымен. Қандай? Ұстап көргенде қалай? Не байқап тұрсыңдар? Ұсақ, иә? Сосын жұмсақ болады, иә? Ұсақ, құрғақ, иә? Құмымыз құрғақ су емес қой, иә, балалар? Құрғақ екен. Енді осы құрғақ құмды аузымызға бізбен жиық шығарып көріп көрейікші кән құмымызды. Көрейікші. Не істейді екен? Құмымыз ұшады, иә? Ұшады екен. Кән, Кәусар, Қайсар көріңдерші ауыздарымен. Деп үреміз құмды аузымызбен. Ұшады екен, иә? Өйткені ол құрғақ болғаннан кейін ұшады. Енді осыған балалар су құйып көрейікші. Мына ыдыстағы суымызды аламыз. Мына ыдысты көтереміз қолымызға. Кәусар, мына ыдысты көтереміз. Ішінде не бар қараңдаршы ыдыстың? Су. Енді суды құмға құяйық. Не істеді?
Суымыз қайда кетіп қалды балалар, қараңдаршы. Құм өзінің бойына сіңіріп алды, иә, суды. Енді осы құмды аузымен ұрып көріңдерші, ұрын екен көрейік кән. Суы бар жерді. Үрілмейді, иә, өйткені су болған құм, ол ауыр болып кетеді, иә, балалар, үрілмейді. Бойына сіңіріп алған құм үрілмейді екен. Жақсы, екен құйсаңдаршы, қайсар Кәусар, суды құйыңдар ішіне, құй. Жақсы, енді ауыздарына үріп көріңдерші кән. Үріп көрейікші Арнұр. Үріле ме екен? Үріле ме? Үрілмейді. Жақсы. Енді алдымызда тасқа су құйып көреміз кән. Алдымыздағы тасқа құйып көрейікші кән суды. Иә. Алдымыздағы тастарға құйып көреген суымызды. Мына жерде тасымызға суды құйып көрейік. Тастың үстіне құямыз суымызды. Тастың үстіне құямыз балалар, е? Тастың үстіне құйып көрші кән суды. Оған түспе. Тасымызға сүріп көрші. Мынаны көпет сен. Наға сен көтіп көр тасымызға. Мен нағын қойдым. Суымыз бар ма ішінде? Жоқ па, қараңдаршы ыдыстың ішінде? Бар. Бар, е? Тас суды сіңіре ме екен балалар? Сіңірмейді екен, е балалар? Құм сияқты ол тас суды сіңірмейді өйткені ол тас қатты, е? Сондықтан суды сіңірмейді екен. Балалар, бүгін тәжірибе ұнады ма сіздерге? Иә. Қызықты болды ма? Иә. Жақсы, біз бүгін нені? Қандай заттарға тәжірибе жасадық? Тасқа, су құмын. Құм мен тасқа тәжірибе жасадық.